Саламатсыздар ма, интернет желідегі достарым? Бүгін мен сіздерге сүт безінің ауытқулары, патологиялары туралы түсіндіретін боламын. Қолмен ұстап, көзбен көргеннен кейін сіздер бұны жақсырақ түсінетін боласыздар деп ойлаймын, және ұмытпайсыздар деп үміттенемін. Бұл менің қолымдағы сүт безінің қалыпты анатомиясы және де сүт безінің патология ауытқулары көрсетілген анатомиялық модель деп аталады бұл. Бұда бірінші қалыпты анатомиясын түсіндіріп кетейін, сосын патологиялық ауруларын түсіндіріп кетейін. Енді мынау сүт безі өзі біріншіден, екіншіден бұнда сүт безінің терісі көрсетілген, мінекей. Сосын сүт безінің емізігі көрсетілген, сосын тері асты май қабаттары көрсетілген, май қабаттары. Сосын сүт безінің өзі көрсетілген, мінекей сүт безінің өздері көрсетілген, мінекей сүт безінің өзі. Және де сүт жолдары, проток дейміз ғой, сол көрсетілген. Нормада 2-3-4 миллиметрге дейін болады. Орталық бөлігінде шетке қарай, мына жерлерге қарай уже протоктың ені 1 миллиметрге келеді диаметрі қалыпты жағдайда. Сосын Купер связкаларын айттым ба? Сүт безінің Купер связкалары көрсетілген. Мына связкалар, бұл сүт безін қалыпты жағдайда тонуста ұстап тұру үшін арналған связкалар. Мінекей, мынау бүйтіп тұрған, мына жерден осындай. Сосын сүт безі мен үлкен кеуде бұлшық етінің арасында орналасқан шандыр бар, фасция деп аталады. Мына фасция бар. Одан кейін көрсетілген, содан кейін кеуденің үлкен бұлшық еті көрсетілген. Содан кейін кеуденің үлкен бұлшық еті мен кеуденің кіші бұлшық етінің ортасында шандыр көрсетілген, мінекей. Сосын кеуденің кіші бұлшық еті көрсетілген, мына кеуденің кіші бұлшық еті, мына жерден көрсеңіздер болады. Сосын қабырға аралық бұлшық еттер көрсетілген. Сосын қабырғалар көрсетілген. Және де бәрімізге белгілі